wanna make millions, but not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows, always been keeping it real. Бәріне сәлем достар, сен бірге мен Данияр және бүгінгі видеода біз YouTube жайлы сөз қозғайтын боламыз. Мен не түсірем, не істеймін деген осы екі сұрағым болу керек. Осы контент план деп аталады. YouTube'да және де Instagram'да сенде обязательно контент план болу керек. Өйткені егер контент планы болмаса, то сен видеоларың вообще мағынасы болмайды. И бұл бірінші кеңес. Конкуренттерді бақыла, яғни каждый раз сен өз конкурентіңді бақылау керек. Мысалы сен жақсы көретін көмегің болса, то одан қайталаудың қажеті жоқ. Бастапқыда сен видеоларыңды нолдан көреді, яғни сенің видеоларың адамдарға әлі қызық емес. Және де YouTube'ның алгоритмдері сен видеоңды әлі рекомендацияға шығарған жоқ. Сонда YouTube'ның алгоритмдері сені байқап рекомендацияға шығаратын болады. YouTube'ның алгоритмдері қалай жұмыс істейді, яғни бастапқыда сен YouTube'тағы просмотрына қарайды. Видеоның қаншалықты активный екені, яғни саған комментарий жаза ма, лайк қоя ма, осыларды сен көбейту керек. Сонда ғана блогер мен адамдардың арасында бір байланыс туындайды. Ағылшынша инфлюенсер, яғни инфлюенс сөзден шыққан, ол переводы әсер ету. YouTube'та самый важный нәрсе ол адамға әсер ету. Сен қазірдің өзінде де қоршаған ортадағы адамдарға әсер етудесің. Бұл екінші кеңес. Үшінші кеңес, яғни бірінші кеңестегі, екінші кеңестегі білімдеріңді алып, үшінші кеңесте қолданған жөн. Осының бәрін қолдана отырып жұмыс істе баста. Күтудің қажеті жоқ. Бір адамдар идеальный моментті күтіп отырады. Қашан бастайсың десем, ой, менде уақыт жоқ, ақша жоқ деп, яғни осының барлығын сылтау қылып айтып отырады. Егер сенде камера болмаса, оны проблема ретінде қарама. Менде де өзімде де вообще камера болмады. Мен iPhone 6 телефонына түсіріп жүрген болатын. Бірақ осы еңбегінің арқасында мен 137 подписчикті көтеріп алдым. Яғни әртүрлі сылтауларды сен проблема ретінде санама. Самое главное бұл жерде проблемаға қарсы тұру. Қара, сен телефонға бастапқыда түсіре бер. Түсірдің, сенде просмотр егер көп болатын болса, және де сен видео адамдарға қызық болатын болса, то подписчиктер де көбейеді. Яғни подписчиктер арқылы сен ақша табуына болады. Досым, еш нәрсеге қарамай жұмыс істе. Мен де сен сияқты бастап жатырмын. Егер мені қолымнан келсе, то сен де қолыңнан келеді. Рахмет. But not everybody been working. Everybody know they got brilliance, but not everybody been searching. Everybody rap about money and hoes, but they got neither. Everybody knows, always been keeping it real. Every time that I spit in the flow, I've been going to get it.